4 адам Төрт айдап ұрлап алып кетті. 4 адам. Біреу ғана қамалды. Шүтбаев жаңа берік, қасында Нивамен отырған, бір жас баланы атқа мінгізіп жалдатқызып айдатқан. 5 адам. Енді қараңызшы, соның біреу ғана қамалды да, қалғаны қамалмады. Қалған свидетель болып кетті. Қалай олар свидетель? Көке, олар білді ғой айдап бара жатқан кезде, біреудің малын айдап бара жатқанын. Енді оны следствие солай шығарды, мен оны енді ол жерде. Енді ана бірінші Шүтбаев Берік дейтін 3 жыл бас бостандығынан айырылды. Қалғандар босап кетті. Жағасын, ана инсульт алғасын, соны халық аяп, жаңағы деген қарғап, балдарын қырылып қалсын, малдарын қырылып қалсын деп. Ол деген дұрыс емес бұл айту. Білмей айтпау керек ол. Қараған адам, танымайтын адамдар ғой, интервью жазып. Нағыз сағашилдің адамдар жоқ оның ішінде. Келіп кеткендерін біз білмейміз. Мен специально ана интервью жазған несін қараймын ғой. Біздің ауылдың адамдары емес. Жазып атқан, аны қарғап атқан, істеп атқан. Но бірақ арасында өшіп тістеп жатыр. Оны бір жаны ашитын біреу жазған. Неге жақсы жазылған интервью өшіліп қалады деп. Өшіліп қалып жатыр кейбір жерлер. Пікірлер, мысалы мен пікір жаздым, ол что-то жоқ болып кетті, мен жазған пікірім, мен байқамадым. Или просто бөтен видео ма, мен жаздым, құрсын бір жақты тыңдамаңыздар, екі жақты, сосын білмейсіңдер ғой, неге айтасыңдар деп. Бір тек 2 ауыз сөз жазып жібердім. Бірақ ол почему-то шыққан жоқ. Видимо, кто-то наблюдает все равно. Біреу қадағалап, Біреуге осы шулы ақпарат керек болып тұр. сол керек болып тұрған сияқты. Мен солай деп өзім ойлаймын енді, білмеймін енді. Мен любой жерде қарсы шыққан адаммын, қарсы шығамын да, ештеңеден қорықпаймын, мен шындықты айтып тұрмын бұл жерде. Бұл жерде шындық, бұл жерде ондай жаңағы құлдық дейді. Құлдық деген 8 километр жерде құлдық деген бола ма? Ауыл деген көрініп тұр, ане тиіп тұр. Балдары 2 күннің бірінде келеді осы жерге, мысалы үшін. Ол таза жалақ, ол өтірік әңгіме. Мысалы үшін өзі барып келеді, балдары келетін. Балдары малын қарайтын, нететін, өтетін яқта. Ол да Тажғалдың жерінде бақты, мысалы үшін кешегі күнге дейін малдар. Өздерінің малын осы жерде бағатын ба еді? Білер емес, мына жақта тағы жері бар, Құласу деген жер. Сол жерде бақты, өздерінің жеке малдары. Оған запрет қойған жоқ бұл кісі. Шетіндер бар енді. Кейде бір жерде бір тоқтамай шетін күндері болды. Оны жасыратын жоқ. Былай жерде жылқысына барады, келеді, бірақ бір іште тоқтамайды. Сіз тоғанда сол кезде ауырып қалды, мен ол ауырып, есегін ауырып болған жоқпын. Қабелге ауырып қалды, шабылды. Сол күні ауырып қалған, мен болған жоқпын. Сол күні түнде ауырып қалды, кешке қараймын ауырып қалған. Бұл мен болған жоқ. Ол кезде жаңа управляющийіңіз болды ғой, Ол да болған, ол да ол кетіп қалған ба, сондай бірдеңе. Мен болмай қалдым, сол кетіп қалдым. Оны ешкім ұрып соқпаған. Жоқ, ондай болған жоқ. Сіздерді ешкім ұрып соқпайды. Жоқ.